Саламатсыздар ма? Бүгін менің C++ Builder ортасында бірінші сабағым. Бүгін біз C++ Builder туралы жалпы мағлұмат аламыз. Бағдарламаға кірейік. Өздеріңіз көріп тұрғандай C++ Builder бағдарламасы Delphi бағдарламасына қатты ұқсас. Бұл жерде компоненттер палитрасы, мәзір қатары, көп қолданылатын функциялар, компоненттер ағашы, бұл жерде тұратын компоненттеріміз натажалып тұрады. Және әр компоненттің өзінің properties қасиеттері бар. Келесі баған ол events, оқиғалар. Мынау аймақ, форма аймағы, бұл жерге компоненттерімізді қоямыз. Ал бүгін біздің практикалық жұмысымыз edit компонентіне енгізілген мәтінді лейблға шығару. Алдымен форманы түрлендіріп алайық. Форманың кәпшінін өзгертіп, бұл жерге жұмыс 1. Және edit сөзінің текстін алып тастайық, әдемі болу үшін. Және лейблдікін. Және код жазғанда біз батырмай керек, баттың батырмасын алайық. Өздеріңіздің қалауыңызша стандарт тапсырмасындағы бат немесе additional батырмасында bitbat. Екеуі қатты ұқсас, бірақ bitbatның көптеген қосымша функциялар бар. Мысалы, kind функциясы. Бұл жерде OK, no, ignore секілді мындай иконкалар қойып қоюға болады. Біз бүгін осы bitbattың компонентін қолданайық. Баттыңды алып тастаймыз. Ал енді bitbattның onClick оқиғасына немесе үстіндегі чегі кодымыз жазайық. Ал C++ Builder'де барлық формалардың қасиеттердің аттарын үлкен әріппен жазу керек. Label. Және бұяқта нүкте емес, нүктенің орны сызықша және мынандай стрелка. Label 1-дің caption қасиетіне меншіктейміз. Edit 1-дің текстін. Ал енді тексерейік. Editке керекті мәлімет жазамыз. Мысалы, OKPK. Окей. Немесе сандарды жазуға болады. 1, 4, 8, 9, 10. Және латын әрпімен де түрлі символдарды жаза беруге болады. Мысалы, собачка, решетка, доллар белгісі, процент белгісі, апрессант. Бұның бәрі шыға береді. Міне бүгін біздің бірінші практикамыз бітті. Келесі кездескенше.